Оттяжка тартудың құпиясы. YouTube желісінде бұндай видеолар өте көп. Тіпті сіздер бұндай видеоларды көріп даже санын санай алмайсыз. Саны бар, сапасы жоқ. Менің алдарыңызға көрсеткен ойынымның айырмашылықтарын айтыңыздар. Жартысынан көп адам біреуінде оттяжка көп, біреуінде оттяжка аз деп айтады. Ол дұрыс. Алайда, бірінші көрсеткен тәсілімде мен басқа стильде ойнадым. Кнопканы закрученный қылып, яғни айналдырып аттым. Содан соң прицелді сол жағынан алдым. Бұны барлығы біледі. Сіз дәл осылай ойлайсыз. Алайда, бұны до конца қолданбайсыз. Өйткені бұл есіңізден шығып кетеді. Әрине, бұл жерде сізге 100% ыңғайлы келеді деп айтпаймын. Моменттер өте көп. Бірақ, соның 80%-ында сізге ыңғайлы келеді. Неге тек сол жағынан? Джойстиктің оттяжкаға не қатысы бар? Және де оттяжкаңызды 100% ұшырудағы тәсілдерді айтатын боламыз. Видео басталмастан бұрын айтайын. Мен осы видеоны ұзақ созып жібердім. Неге десеңіздер, өйткені мен Free Fire ойынын тастап кеттім. Алайда толығымен тастамадым. Мені бұл ойынға 10% болсын ұстап тұрған, ол сіздердің қолдауларыңыз. Сіз үшін, сіздің осы ойынға деген қызығушылығыңыз кетпес үшін мен осы видеоны шығарып отырмын. Так что мен толықтай Free Fire'дан кетіп қалмасым үшін осы видеоға обязательно лайк басып, астында подписаться деген қып-қызыл кнопканы вы подписаны деген кнопка қылып қойсаңыздар болады. Менің видеоларым 80% адам вообще тіркелмей көреді. Просто көреді де кете қалады. Даже лайкты да көп баспайды. Ал мен сенен ауыр еш нәрсе сұрамаймын. Жай ғана сенің тіркелгенің маңызды. Так что досым, сенің смачный подпискаңды күтемін. Неге прицелді именно сол жағына қарай алу керек? Неге оң жағына емес? Өйткені оң жағынан алсаң оттяжка ұшпай қала ма? Жоқ, оң жағынан да дәл сол жағынан сияқты оттяжка ұшады. Қысқаша ғана түсіндіріп кетейін. Біздің Free Fire персонажымыз нағыз ортасында тұрмайды. Байқасаңыздар, персонаж сол жағында тұрады. Өйткені алдыңыздағы адамды сіз көре алу үшін. Ал оң жағынан прицелді алған кезде сіз өз қарсыласыңыздың бетін жауып қаласыз. Сол кезде оның қай жерде тұрғанын көрмей қаласыз. Тазасын айтқанда, оттяжка тартуға ыңғайсыз. Ал сол жағынан алсаң, бүкіл обзор саған ашық болады. Осы мәселеге қатысты тағы бір нюанс бар. Менің ойындарымда байқасаңыздар, арасында джойстик қолданамын. Бұл тартуымның өзі сыры бар. Бұл отжимка деп аталады. Отжимка дегеніміз бұл 100% кететін оттяжка. Менің айтып отқан теорияларымды тыңдап отыра бермей, осы видеоны көріп отырып, екінші телефондарыңызды алып оттяжка тартып үйренсеңіздер болады. Яғни мен сіздерге қанша айтқанмен сіздер практика жүзінде көрмесеңіздер, онда оттяжка тарта алмайсыздар. Яғни джойстикті тартқан бізге отжимка деген әсерді әкеледі. Бұл әсер кнопканы дәлме-дәл басына апару деген сөз. Барлығы өте оңай. Адамның сол жағынан алып джойстик сәл тартып жіберіп, закрученный оттяжка тартсаңыздар, 100% оттяжка кетеді. Бұл процессті істеу барысында сіздер 100% оттяжканы қамтамасыз етесіздер. Яғни рандомка емес деп айтпайсыздар, кәдімгідей 100% кететін оттяжка. Осы айтқандарымның бәрі қайтадан бір қайталап жіберейін. Прицелді адамның сол жағынан алыңыздар. Бұл маңызды. Бірақ әрдайым емес, 80% жағдайда бұл маңызды. Джойстикті тарту бұл оттяжканың әдемі ұшуына әкеледі. Әрине, оттяжка тартқан кезде джойстикті жібересіздер, бірақ оттяжка тартпастан бұрын джойстикті бір қозғап қою керек. Закрученный тарту дегеніміз қазақша түсіндірсек, айналдырып тарту дегенді білдіреді. Міне, осы айтып кеткен заттарының бәрін қосып оттяжка тартқан кезде сізде 100% оттяжка шығады. Адамның сол жағынан көздеу, джойстикті тарту, ататын кезде джойстикті жіберу, сосын закрученный қылып адамға ату. Міне, барлық ютуберлердің, барлық тиктокерлердің, барлық SNS ойыншыларының құпиясы осы. Әрине, жақсы настройка болса, жақсы хедшот келеді. Алайда осы қосындыларды жақсы настройкаға біріктіре білсең, онда сіз вообще тұзға да өтіп кететін, любой гильдияға өтіп кете беретін жесткий игрок боласыз. Қанша жерде настройка алсаң да, осы айтып кеткен заңдарды орындамасаң, онда сіз вообще оттяжка тарта алмайсыздар. Яғни, жақсы настройка бар жерде жақсы тарта білу керек. Жақсы тарта білген жерге жақсы настройка керек. Жақсы настройка демекші, мен өзімнің телеграм каналымды ұсынатын едім. Бұл жерде тегін оттяжкалардың түрлері де бар, және де сатылатын оттяжкалардың түрлері бар. Өзің оттяжка істеп қиналғың келмесе, онда маған айт. Мен сенің телефоныңа идеальный оттяжка тартып беремін. Осы видео урокты көріп алып, сен жақсы настройка алғың келсе, онда менен аласың, және мен осы үйреткендерімнің бәрін қайталайсың. Сол кезде сіз жесткий игрок боласыз. Менің видео ұнаса, неге осы видеоға лайк баспасқа, және де арнаға тіркелмеске? Сіздермен бірге болған мен Рио. Барлығыңызға қош сау болыңыздар.